Баршаңызға сәлем. Бүгін бізде 8-ші сабақ. И және қысқа и әріптерінің жазылуы. И және қысқа и әріптерінің жазылу емлесін біліп, сөздегі қатені тауып және түзеп жазуды үйретеміз. Тірек сөздермен әңгіме құрастырамыз. 29-ші жаттығу. Суретке қарап, өлеңде не туралы айтылатынын болжа дейді. Суретте қандай жануар бейнеленген? Тиын жануары бейнеленген, сондай сөп сүйкімді болып отырған. Енді өлеңді оқып көрейік. Мен тиынмын, қыста жылы киіндім. Қоймам толы жаңғаққа, іші жылы үйімнің. Нұрхан Жанаев деген ақын жазған өлең екен, Осы өлең мазмұны бойынша қойылған сұрақтарды жалғастырып көр дейді. Бірінші сұрақ: өлең не туралы? Өлең бізде тиын деген жануар туралы, Тиын қыста қалай киінеді? Қыста жылы киіндім дейді тиын. Енді үшінші сұрақты өзіміз құраймыз. Тиынның қоймасында не бар? Қоймам толы жаңғақ дейді, қоймасында толған жаңғақ бар екен. Төртінші сұрақты құрап көрейік. Тиынның үйі жылы ма дейді. Іші жылы үйімнің деген өлеңнің төртінші жолы бұл сұраққа жауап болады, Енді мына тиынды сипаттап жаз. Міне, тиынның суреті қандай деп тұр. Құйрығы ұзын дейді. Біз қандай не қоса аламыз сипаттап? Тиын сүйкімді жануар, Кішкентай. Қандай? Кішкентай. Тиын тағыдай қандай? Үлпілдек жүнді, жүні қалың, үлпілдек екен. Тиын қандай мына жерде? Сары түсті, Сары тиын деп қоямыз. Сүйкімді тиын дейміз. Кішкентай тиын, Сондай әдемі тиын. Оның құйрығы ұзын. Тік құлақты тиын екен, Құлақтарын тік ұстап тұрған. Мінекей осы суретке қарап, біз қандай деген сұрақ арқылы тиынды сипаттап жазады екенбіз осылай. Енді мына ережені мұқият оқып, есте сақтап алайық. И дауысты. И дауыссыз дыбыс, қысқа и басы түртілетін. И әрпі сөз басында және дауыссыздан соң жазылады. Жиек, би, ит, иса. Ал қысқа и әрпі дауыстыдан кейін жазылады. Мысалға, мойын, мейіз, ай, қайық. Қысқа и дауыссыз, басы түртіледі. Мінекей осы ережені мұқият қайталап оқып, есте сақтап алайық. Келесі бізде 30-шы жаттығу. Суреттерге қарап, балалардың не істеп жатқандығы туралы әңгімеле дейді. Бірінші суретте қыз бала өзінің анасына гүл берді, Екінші суретте мына бала өзі айдың суретін салып отыр екен. Әдемі сурет, айдың ортасында. Үшінші суретке қарайтын болсақ, мына ұл бала өзінің аяқ киімін алып, тазалап отырған көрінеді, Мінекей біз суретке қарап, балалардың не істеп жатқандығы туралы әңгімелеп көрдік. Алғашқы бірінші суретте қыз Айша өзінің анасына гүл берді десек болады. Екінші суретте Арман айдың суретін салып отыр. Асан аяқ киімін тазалады. Енді осы сөйлемдерді толықтырып жаз дейді 31-ші жаттығуда. Анама гүл беремін. Екінші суретке қарап, біз айдың суретін саламын десек болады, Өзімнің аяқ киімімді тазалаймын деп жазамыз, Үшінші сурет бойынша жаңағы. Бізде осындай нәрселерді жасай алады екенбіз, Анама гүл беремін. Айдың суретін саламын. Өзімнің аяқ киімімді тазалап аламын, немесе тазалаймын деп жазамыз. Мына берілген сөйлемдерді біз осылай толықтырып жазып шықтық. Осы жаттығуды орындап, сөйлемдерді қатесіз көшіріп жазып ала ғой. Келесі мына ережені есте сақтайық. И дыбысының алдында естілгенімен олар жазылмайды. Мысалға, киім, қиын, жиын. Дыбысын естиміз, бірақ оны жазбай, и дыбысын ғана жазамыз, 32-ші жаттығу. Сөздердің қатесін тауып, түзеп жаз дейді. Тақия, киім, әшекей, көйлек, жейде, сақина деп тұр, Біз айтылуы бойынша жазып қойған екен мына жерде. Біз оны жазғанда
және дыбысы естілсе де оны жазбай, қатесіз былай жазамыз. Тақия, киім, әшекей, көйлек, жейде, сақина. Яғни және дыбыстары естілгенімен олар жазылмайды, тек дыбысы ғана жазылады екен. Келесі 33-ші жаттығу ерекше сыйлық тақырыбында тірек сөздерді пайдаланып әңгіме құрастыр дейді. Мынадай тірек сөздер берілген екен. Сыйлық, таңдау, кітап, сыйлау, айдос, қуану. Енді біз осы сөздерді пайдаланып ерекше сыйлық деген әңгіме құрап жазып көрейік. Жақында Айдостың туған күні болды. Туған күнге сыйлық ретінде кітап таңдадым. Айдосқа кітапты сыйладым. Ол қатты қуанды, себебі Айдос кітап оқығанды жақсы көреді. Мінекей осындай ерекше сыйлық деген әңгіме құрап көрсек болады екен берілген тірек сөздер бойынша. Өзің тағы қандай әңгіме құрай аласың? Соны да құрап жазсаң болады. Осымен біздің бүгінгі сабағымыз аяқталды. Каналға тіркелмеген болсақ тіркеліп алайық. Келесі сабаққа дейін сау болыңыздар.